Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Қыстың суығынан, желінен шығып қуанып жатсыздар ма? Бірақ онымен қоса қыстың күні бетіміз құрғап, бетіміз сулығын жоғалтып, бетіміздің реңі кетіп, көктемге солай келетіміз ол қыздардың бәріне мәлім. Содан қалай құтылу, оны қалай қалпына келтіру керек екенін мен сізге бір супер оңай маскамен бөлісемін. Сол сізге қызық болса, видеоны әрмен қарай тыңдаңыз. Сіздерде осындай бетпен, шашпен көбінде жиі кездесетін проблемалар болса, онда сіз менің каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде сіз мен сізбен бөліскен жаңа ақпараттарды жоғалтып алмайсыз және уақытылы көріп, уақытылы пайдаланып, тез-тез қалпына келтіріп, шашыңызды тез-тез өсіретін боласыз. Ал бүгін біздің рубрика бет және беттің құрғауын қалай тез қалпына келтіреміз. Ол үшін бізге екі ғана ингредиент керек. Ол барлығының үйінде, холодильникте және аптечкада бар. Беттің құрғақтығынан құтылу үшін бізге бір ақ уыз керек және де аскорбин қышқылы. 3 штук аскорбин қышқылы мен бір жұмыртқаның ақ уызы бізге жеткілікті. Бірге маска жасап бетімізге жағып көрейік. Ал маскамызды бастап көрсетейін сіздерге. Жұмыртқаның бірінші ақ уысын бөліп аламыз. Оған мен өзіме ыңғайлы кішкене кеңдеу ыдыс таңдадым. Негізі жұмыртқаның ақ уызы бетке пайдасы өте көп. Оны аптасына 2-3 рет жалғыз жұмыртқаның ақ уызы не болмаса шөптерді араластырып, не болмаса витаминдерді араластырып жағып отыратын болсаңыз, бетіңіз үнемі ылғалы өзінің керекті мөлшерінде ұстап және күн көзінен жақсы қорғайтын болады. Ал біз міне жұмыртқамыздың ақ уызын дайындап алдық. Енді осыған 3 штук аскорбин қышқылын араластырамыз. Ал жаңағы бөліп алған ақ уызымызға аскорбин қышқылын ұнтақтап алдым. 3 штугі жеткілікті. Егер сіздің бетіңіз қатты сезімтал болса, сізге 1-1,5 данасы жеткілікті болады. 3 мөлшері ол бетіңіз қатты құрғақ, не болмаса ондай қатты сезімтал емес кезде 3 данасы жеткілікті. Ал ұнтақты салып, әбден жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның ішінде ол әбден еруі керек. Ал жаңағыны араластырып, жұмыртқамен әбден көпіршітіп алдық. Көпіршігенше осындай қылып араластырамыз. Енді бетімізді жақсылап жуып аламыз. Менің кірпігімнен басқа қалған жерлерін жақсылап тазап жудым бетімді. Бетімде косметика, крем жоқ. Шашымыз мешать жасамау үшін осылай жинап артқа қарай тартып қоямыз. Ал міне шашымызды жібердік. Енді осылай бетімізге жағып шығамыз. Байқаңыздар, көзіңізге, ауыздарыңызға кіріп кетпесін. Әбден бетіміздің барлық жеріне жағып шыққаннан кейін 15-20 минут ұстаймыз. Жұмыртқа өзі кеуіп бетімізде тартылып кеткенін сездіреді. Сол кезде жылы сумен жуып, өзіңіздің күнделікті пайдаланатын ылғалы бар кремді жағып, әрмен қарай өзіңіздің уходыңызды, бояуыңызды жаға берсек болады. Осындай масканы аптасына 2 рет, не болмаса 10 күнде 2 рет хотя бы жағып тұрсаңыздар, бетіңіз сізге керек ылғалды, табиғи сұлу және нарлы болып тұратын болады.
Ал бетімдегі маскамның бәрін жуып, жақсылап, салқын сумен тазалап алдым. Міне бетім жылтырап, мұнда крем ештеме жоқ, өзі осылай жұмыртқаның ақуызының арқасында осылай жақсы жылтырап тұр. Енді өзімнің күнделікті пайдаланып жүрген кремді жағып қоямын. Бүгінгі ақпарат сізге қызық болса, лайк, комментарий жазып кетіңіз. Және де менен қандай пайдалы ақпарат білгіңіз келсе, астына жазып қойыңыз. Сол сұраққа мен сіздерге арнайы видео түсіретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыз.